сәлеметсіздерме оқушылар? Мен Салбеков Бамыр, химия пәнінің мұғалімі. Сіздермен бүгін химиялық реакция теңдеулерін құрастыруды үйренеміз. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары 8-2, 3 реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың формуласын жаза отырып химия реакция теңдеулерін құру. 8-2, 3, 4 заттар массасының сақталу заңын білу. Жаңа сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабақты еске түсірейік. Алдарыңызда күкірт қышқылының химиялық формуласы берілген. Химиялық формула заттардың құрамын, химиялық элемент таңбалары және индекстер көмегімен шартты түрде бейнелеу. Ол заттың құрамына қандай элемент, оның қанша атомы өзара қандай қатынаста кіретінін көрсетеді. Индекс молекуладағы атом санын көрсетеді. Коэффициент химиялық заттың молекула санын көрсетеді. Біз бір заттардың басқа заттарға айналу құбылысын химиялық реакция екендігін алдыңғы сабақтардан білеміз. Оған мысал ретінде жүзімнің ашуы жатады. Газдың жануы, үйде газды отын ретінде пайдаланып жаққан кезде химиялық реакция орын алады. Егер газдалған сусынның қақпағын шайқап ашатын болсақ, онда газ көпіршіктерінің шыққанын байқаймыз. Газдалған сусыннан газдың шығуы химиялық реакцияға жатады. Бұл мысалдар неліктен химиялық реакция? Себебі әрбір құбылыс атомдық деңгейде өзгеріс орын алады. Осы химиялық реакцияларды формулалармен және математикалық таңбалармен жазу арқылы химиялық реакция теңдеуін құрастыруды үйренейік. Бірінші жүзімнің ашуы. Жүзімнің негізгі компоненті глюкоза. Глюкозаның формуласы С6H12O6. Реакция нәтижесінде С2H5OH этил спирті және СО2 көмір қышқыл газы түзіледі. Реакцияға қатысқан заттар реагенттер, реакция нәтижесінде түзілген заттар өнімдер болады. Реагенттердің өнімдерге айналуын біз бағдарша арқылы көрсетеміз. Зат массасының сақталу заңына сәйкес реакцияға қатысатын заттар массасы мен реакциядан кейін түзілетін өнімнің массасы тең болу қажет. Олай болса, химиялық реакцияның оң және сол бөлігіндегі әрбір элемент атомының санын анықтайық. Сол жақта көміртегі 6, оң жақта 3, сол жақта сутегі 12, оң жақта 6, оттегі сол жақта 6, оң жақта 3. Зат массасының сақталу заңына сәйкес келу үшін біз реагенттер мен өнімдердің массасын теңестіру қажет. Біз ол үшін ең кіші ортақ еселікті анықтайық. Мұнда біз сутегіден бастап теңестірейік. Сутегі сол жақта 12, оң жақта 6 болып тұр. 12 мен 6-ның ортақ еселігі 12. 12-ні 12-ге бөлсек 1 коэффициенті есте сақтайық, жазылмайды, бірақ есептеледі. Глюкозаның алдына, ал 12-ні 6-ға бөлген кезде 2 коэффициенті этил спиртінің алдына жазылады. Келесі көміртек атомын санайық. Көміртек сол жақта 6, оң жақта 3 еді. 2 коэффициенті этил спиртінің құрамына кіретін барлық элементтерге қатысты болғандықтан, мұнда 2-ні 2-ге көбейтсек 4, мына жақтағы 1-ді қоссақ 5 болып тұр. 6-ға жету үшін көмір қышқыл газының алдына 2 коэффициентін қоямыз. Нәтижесінде көміртек атомы оң жақта да, сол жақта да 6 болды. Оттегіні санайық. Оттегі сол жақта 6, оң жақта 6 болды. Біздің реакция теңдеуіміз теңесіп, зат массасының сақталу заңы орындалды. Келесі газдың жануы. Метан газы CH4 оттегінің әсерінен жанады O2, нәтижесінде көмір қышқыл газы CO2 және
су түзіледі. H2O. Тағы да зат массасының сақталу заңына сәйкес әрбір элементтің атом санын есептейміз. Көміртегі оң және сол жақта 1, сутегі сол жақта 4, оң жақта 2, оттегі сол жақта 2, оң жақта 3 болып тұр. Мұнда біз сутегіні теңестіруден бастаймыз. Сутегідегі 4 пен 2 атомға ортақ еселік 4-ті 4-ке бөлсек 1 коэффициенті метан газының алдына жазылады. 4-ті 2-ке бөлсек 2 коэффициенті су молекуласының алдына жазылады. Келесі кезекте оттегіні санайық. Оттегі оң жақта 4, сол жақта 2. Сол жақтағы оттегінің алдына 2 коэффициентін қою арқылы біз реакция теңдеуін теңестірдік. Газдалған сусыннан газдың шығуы. Неліктен газдалған сусынның дәмі ащы болады? Себебі оның құрамында біз реакция теңдеуін теңестірдік. Газдалған сусыннан газдың шығуы. Неліктен газдалған сусынның дәмі ащы болады? Себебі оның құрамында көмір қышқылы ащы болады. Себебі оның құрамында көмір қышқылы бар. Көмір қышқылы суға қышқыл дәм береді. CO2, H2O бізде өнім. Реагенттің өнімнің атомдар санын санайтын болсақ, оң жақта сол жақта барлығы тең болып тұр. Егер реакция теңескен болса, біз теңдік белгісін қоямыз. Коэффициенттер қою ережелері. Коэффициенттерді орналастырып қою үшін құрамы жағынан ең күрделі қосылыстардан бастау қажет. Және ол жұмысты келесі реттілікпен орындау керек. Бірінші, металл атомдарының санын теңестіру. Екінші, қышқыл қалдықтарын, яғни бейметалл атомдарын теңестіру қажет. Үшінші, сутек атомдарын, төртінші, оттек атомдарын теңестіру қажет. Егер соңында оттек атомдары теңдеудің сол жағында да, оң жағында да бірдей болса, онда коэффициенттер дұрыс анықталды. Осыдан кейін бағдаршаның орнына теңдік белгісін қоямыз. Химиялық реакция теңдеуінде коэффициенттердің ортақ бөлгіші болмауы керек. Көптеген химиялық реакция түрі үшін қыздыру керек. Мұндай жағдайда теңдік белгісінің үстінде температура белгісі қойылады. Мұнда су молекуласы қыздыру барысында сутекке және оттегіге ыдыраған. Егер реакция нәтижесінде газ бөлінсе, формуланың қасына жоғары қараған бағдарша. Ал егер тұнба түзілсе, төменге қараған бағдарша қойылады. Бүгінгі химиялық реакция теңдеуін құрудың ортақ ережесін тұжырымдасақ, химиялық теңдеу реагенттер мен өнімдердің формуласын жазып, олардағы атом сандарын коэффициенттер көмегімен теңестіріп, теңдік белгісін қою арқылы құрылады. Химиялық реакция теңдеуі бастапқы заттардың, яғни реагенттердің соңғы заттарға, яғни өнімдерге айналуын сипаттайды. Реагенттердегі атомдар саны өнімдегі атомдар санына тең. Бүгінгі сабақ бойынша келесі оқу тапсырмасын орындайық. Берілген теңдеулерді теңестіріп, коэффициенттердің қосындысының мәнімен сәйкестендіреміз. Бірінші реакция теңдеуі фосфор мен хлор әрекеттесіп, нәтижесінде фосфор хлориді түзілген. Екінші реакция теңдеуінде натрий күкіртпен әрекеттесіп, натрий сульфиді түзілген. Үшінші реакция теңдеуінде азот сутекпен әрекеттесу нәтижесінде аммиак түзілген. Төртінші реакция теңдеуінде барий оттегімен әрекеттесіп, реакция нәтижесінде барий оксиді түзілген. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ бойынша ойларыңызды төменге комментарияға жазып қалдырыңыздар. Түсінбеген болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап жазамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.